Құрметті кітап оқитын оқырмандар, біздер бүгін әр бейсенбі сайын сұрақты түрде жүріп отыратын кітап әлем жобасына тағы да кездесіп жүздесіп отырмыз. Жүргізушілеріміз Бекзат, Арлан, Жандарбек, Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» атты кітабының 3-ші диалогын сіздерге таныстырады. Бұл жобамыздың мақсат етуімізде, жетекшілік етуімде ойланған нәрсе мынау болды. Қазір бүкіл жасы да, кәрісі де смартфонға байланған уақытта, құндылықтар азайған уақытта үлгі болатын бір қазақ болса, ол бар қазаққа татитын адам болса, кім деген сұрақ келді. Осы сұрақтың себебімен мен Бауыржан Момышұлыны таңдадым. Және оны Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыздағы» тұлғасымен таныстыру жөн көрдік. Біз бұл жобаны бастап 2 аптадан артық уақыт өтті. Осы аралыққа дейін сіздер өздеріңіздің араңызда жүрген оқушылар сіздерге таныстыруда, сұрақ-жауап түрінде ең үздік оқырманды анықтап алуды мақсат етіп отырмыз. Әр аптада шығып тұрған сөйлемді тыңдап отырған оқушы болса, бұл сұрақтар оған оңай болады. Кімдерді таныдыңыз? Алғашқы сұрақ. 3-ші сұрақты қарайық, мұқияттылар. Автор сүйер ұлың болса сен сүй, сүйенерден жарар ол деген кімнің сөзін кітапқа эпиграф етіп алды? Дұрыс айтады, Ғаділбек. Өте жақсы, рахмет. Кітаптың жазылуына себеп болған жайт, қандай жайт себеп болды? Кітап болып жазылу мақсат болған болмаған басында. Кім жауап береді? Мен шынымды айтсам, осы Арлан, Жандарбек осы тұрақты жобаны жүргізеді деп ойламаған екенмін. Бірақ әр апта сайын осыларды подкасты желіде көріп отырамыз. Енді бұл кітапты өзім оқып көрмекпін. Сендерге сенемін, достарым тек алға. Кітаппен жұмыс жүргізіп, оны талдап талқылап отыру әрине оңай жұмыс емес. Қазіргі таңда телефонға телмірген оқушылар кітап оқысын, шығарма кім туралы екенін білсін. Бауыржандай қаһарман батырды жақсы танысын деген жанашырлықтан туған жұмыс деп білеміз басын. Жобаны жүргізуші ұлдарға, Бақытгүл Александрқызына ата-ана атынан алғыс айтамын. Тыңдаушыға әрі жеңіл, кітапқа да қызыға бастадық. Әр қарай қалай жалғасады екен, келесі шығарылымды күтеміз. Ардақты да салмақты кітап сержандар, тұрақты оқырмандар, сіздермен бірге номер 16 Далабай Жасықбаев атындағы жүргізуші жас оқырмандар мен мектеп кітапханасы және кітап әлем жобасы бүгінгі 3-ші түсірілім. Бүгінгі тақырыбымызды 2-ші диалог сабақтары деп атап, Бауыржан Момышұлының өмір дерегінен сабақ алып отырайық дегім келеді. Ал енді іске бастаймыз. 2-ші диалогта не баяндалады? Ретіне қысқа шолу жасап көрейік. Бірінші, автордың сұрауымен Бәукеңнің балдырған шағы, жандай жақсы көрген жануары қолымен қара қозы болғаны. Басқа балаларға итерілсе, одан қара қозы бір елі қалмайтыны, баладай мәпелегені, күзге таман марқа болған, қонақ келіп қалып, мойынқұл көкесі оны бауыздап сойып алғаны, қанша бақырып жылап, қара қозымды тірілтіп беріңдер деп, үйде басына көтерсең қайтып тірілмейді оны көзден көрген бала. Бауыржанның жайрап жатқан қызыл қан піскен еттерін алдына қойғанда енді ет жемек болып қалғанын айтады. Одан кейін әжесін тілін алмай, қарны ашып келіп, әже май бер деп асығыс күтпестен әлі тұз алмаған, қылшығы алынбаған майды шеңгелдеп алып жейін деп шынып қысып, бір апта қатты ауырғаны, қысқасы не себепті ет пен майды жей алмайтын болып қалғандығы баяндалады. Әже тілін алмаған бала осындай өмір бойы май жей алмайтын болып қалады екен. Ал сары май адамға ең қажетті астың бірі ғой. Мұнымен балалар әрқашанда әжелердің тілін алып жүрсін. Менің қатем оларға ғибрат болсын деп баяндайды кейіпкер. Осы орайда автор
Қазір елде сіздің құрметіңізге қойылған Бауыржан есімді балалар көп. Соларға қандай тілек айтар едіңіз? Бауыржандарға айтарым, азамат болып өсіңдер, қарақтарым, қатарынан кем болмаңдар. Бірің болмаса біріңменен асып кетсеңдер, оған ешқандай дауым жоқ. Барлық Бауыржанға, балдырғандарға ақ ниетпен ақ батамды беремін.